Қазақстандағы көп балалы отбасыларға 474 миллиард теңге төленді. Көп балалы отбасылар 2024 жылдың ақпан айында жәрдемақы түрінде 39 миллиард теңгеден астам жәрдемақы алды. 2024 жылдың басынан бері көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақыларды төлеумен жалпы сомасы 77,1 миллиард теңге, орта есеппен 574,5 мың отбасы қамтылды. Оның ішінде ақпан айында 577,3 мың отбасы жалпы сомасы 39 миллиард теңгеге жәрдемақының осы түрін алды. 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар немесе бірге тұратын 23 жасқа толмаған күндізгі бөлімде оқитын студенттер табысына қарамастан бұл мемлекеттік жәрдемақыға өтініш бере алады. 2024 жылы олар 4 балаға 59.183 теңге, 5 балаға 73.988 теңге, 6 балаға 88.793 теңге, 7 балаға 103.598 теңге, 8 және одан да көп балаға 4 айлық есептік көрсеткіш немесе әр балаға 14.768 теңге беріледі. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап балалы отбасыларға берілетін барлық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 7%-ға өсті. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.